Түсті ешқашан әйел адамға жортпаңыз. Бірде Мөңке би бабамыз түс көреді. Сол түсін Сырым батырға жорып бер деп өтініш қылады. Түсімде бәйге 40 ат қостым, біреуі де келмеді. Одан 30 ат қостым, тағы да ешқайсы келмеді. Одан 5 ат қостым, бесеудің біреуі ғана келді. Келе сап пышаққа ілінді. Ішінен қасқыр шықты. Қасқырды жарып жібергенде ішінен түлкі шықты. Түлкінді жарып жібергенде ішінен қоян шықты. Бұның мәні неде дейді? Сырым бұл түс жорудың жолын Мөңкенің ұзатылып кеткен қызына жортуды ұйғарады. Қыз түстің жайын білген соң келгісі келмейтінін айтады. Және түсті жездеңе жортуға болмайтынын, жиенге жортуға болмайтынын, әйелге жортуға болмайтынын ескертеді. Сонда да айтайын, бұл түстің шешуі мынада дейді. 40 ат дегеніңіз мұсылманның 40 парызы орындалмайтын заман болады дейді. 30 ат бәйгеден келмей қалғаны 30 күн ораза ұстамайтын заман туады дейді. 5 аттың 4-еуі келмей, 1-еуі ғана келгені, адамдар 5 мезгіл намазды қаза етіп, бірі оқса, бірі оқымайтын күн туады дейді. Қасқырдың шыққаны кісінікін тартып алып, ұрлап жейтін зорықшылардың заманы келеді дейді. Түлкінің шыққаны алдап арбаушылар көбейіп, түлкі заманының туатынының белгісі дейді. Қоянның шыққаны ұрпақ үрейленіп, өз көлеңкесінен қорқатын, болашағына сенбейтін заман туады дейді. Осыны айтып болған Мөңке бидің қызы: маған түс жортқаныңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билейтін заман келеді. Ол заманда әйелдерден ұят кетеді, еркектерден намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда зорға келуімнің себебі осы еді дейді. Дәл қазір осы түстегідей заманның кейпін кигендейміз. Құт дүние мен байлыққа байланбайды екен. Ол отбасындағы адамдардың пейіліне байланады екен. Байқайсыздар ма, бір отбасында береке тасып тұрады. Кірсең шыққың келмейді. Ал бір отбасында үйіне кіргің келмейді. Дүниесі мен байлығы тасып тұрса да, ол үйде береке жоқтай көрінеді. Ертеде бір шаңырақта үйдің берекесі қашып, ұрыс керіс көбейіп, ерлі зайыптылар ажырасуға бел буады. Сол үйдің төріне жатып алған байлық пен абырой үй егелеріне ренжіп, кетуге бір жолата бел байлайды. Түн ауа үйден шыға берісте босағаға жатып алған Құтты көреді. Ей Құт, бұл үйде татулық та береке де қалмады. Сен жүр, бізбен кет дейді. Сонда Құт жымиып: жоқ, мен әлі кете алмаймын. Мен бұл үйдің ошағын бағып отырған жас ананың пейіліне байландым. Оның басынан қазір ауыр күндер өтіп жатыр, бірақ оның жүрегі ақ, пейілі таза. Түнімен баласына қарайды, таңертең иіліп ата-анасына шайын береді. Күйеуінің де көңілін табуға тырысады. Мен мейірім мен сабыр бар жерде тұрақтаймын, сондықтан осы шаңырақта қаламын дейді. Құттың бұл сөзіне байлық пен абырой ойланып, бізде әліптің артын бағайық деседі. Көп замай әлгі шаңырақта тыныштық орнап, ерлі зайыптылар қайта табысып, бақытты күндер жалғасады. Әйелдің мейірімі мен сабырлығы бұл шаңырақтың басты тірегі. Ата-ана мен ер азаматы құрметтелген отбасында әйел де үлкен құрметке еге болады. Сол мекенге Құт орнайды. Құт бар жерде абырой мен байлық бірге жүреді.